Саламатсыздар ма достар? Сіздер білетіндей, менде 6 сабақта сөйлеу авторлық курсым бар. Ол жерде мен сөйлем құрау алгоритмін көрсеткен болатынмын. Көбінде сұрақ болады, ал сабақта сөйлеп кетуге бола ма деген. Сіздерге айтайын, кез келген тілдің алгоритмін, сөйлем құрау алгоритмін сіздер білсеңіздер, 2 аптада, 1 айда сөйлеп кетсе болады. Бірақ көп адамның жар жолда тастап кететіні, ол сөздік қорын жинаған кезде көп адам осыған қиналады. Сіздерге мен видео сабақтармен сөздік қорын қалай көбейтуге болатынын қазір көрсетейін. Мысалы, осындай бір шағын видео аласыздар, 5 минуттық, 10 минуттық болатын. Кез келген видеоны да көруге болмайды. Өздеріңіз неге қызығасыздар? Біреу мысалы медицина, құрылыс, техника қызығады. Мысалы, мультик көргенді біреу жақсы көреді, атақты адамдарды тыңдаған жақсы көреді. Мысалы, бизнес форумдарды көрсеңіздер болады. Неге қызығасыздар? Сондайдан бір ағылшынша 5 минуттық, 10 минуттық видеоларды бірінші аласыздар. Содан көре бастайсыздар. Сіздерге бір айтатын ақылым, кинодан ешқашан бастамаңыздар. Өйткені кинода ол 1,5-2 сағат болады. Таныс емес сөздер ол жақта көп болады. Сосын адам түсінбегеннен кейін мотивация да азая бастайды. Одан да осы қысқа видеолардан бастасаңыздар жақсы болады. Сосын YouTube-тан кірсеңіздер, мына жақта субтитр деген болады. Субтитрді басасыздар. Субтитрда бүкіл адамның не айтқанын бәрін астында жазылатын болады. Мысалы, қараңыздар. Мысалы, таныс емес сөздерді аласыздар. Мысалы, happens, мысалы, because, мысалы, happens тауып Google Translate пайдаланасыздар. Happens, болады дейді мысалы. Осындай таныс емес сөздердің бәрін алып, ручка параққа жазып, жаттайсыздар да, одан кейін қайтадан осы видеоны көресіздер. Сосын 30-40% түсіне бастайсыздар. Одан кейін тағы таныс емес сөздерді жазып, қайтадан жаттап, қайтадан осы видеоны көресіздер. Сөйтіп 60-70-80%-ға келген кезде қайтадан мына субтитрді алып тастап, сол видеоны көресіздер. Адам көре бергеннен кейін бір 10 рет көрсеңіздер, сіздер осы видеода толық не айтылып жатқанын түсінетін боласыздар. Одан кейін, мысалы 5 минуттық, 10 минуттық видео көрсеңіздер болады. Тура осы, мысалы адамның, мысалы осы сол сфераның 15 минуттық. Кейін құлақтарыңыз жаттыққаннан кейін, өздеріңіз көп сөз жаттағаннан кейін, жарты сағаттық, 1 сағаттық видеоларды көре бересіздер. Бәрін толықтай түсінетін боласыздар.